16 ғасырдың соңы мен 17 ғасырдың басында қазақ хандығы өз қуатының шыңына жетті. Оның жерлері батыста Еділ өзені мен Астраханға, оңтүстікте Ташкент пен Сырдарияға, шығыста Алтай тауларына, солтүстікте кең Сібір далаларына дейін созылды. Соғыс, дипломатия және экономикалық ықпалдасу арқылы қазақ халқы ғасырлар бойы аймақтың тарихын қалыптастырған қуатты мемлекет құрды. Қазақ хандығының түп тамыры 15 ғасырдың соңына барып тіреледі. Ақ Орда билеушісі Орыс ханның немерелері Керей хан мен Жәнібек хан Көк Орда билеушісі Шайбанидың үстемдігінен бас тартып, тәуелсіздік іздеп, Шу өзені бойына қоныс аударды. Осылайша олар болашақ қазақ хандығының негізін қалады. Қасым хан 1511-1521 тұсында мемлекет күшейіп, шекарасы кеңейіп, алғашқы құқықтық жүйе Қасым ханның қасқа жолы қабылданды. Кейін Хақназар хан 1538-1580 билікті орталықтандырып, Ноғай ордасының әлсіреуін пайдаланып, қазақтардың ықпалын күшейтті. Бұл хандықтың өрлеуіндегі шешуші қадам болды. 16 ғасырдың соңына қарай Ноғай ордасы ішкі алауыздықтар мен Ресей патшалығының кеңеюі нәтижесінде әлсірей бастады. Осы мүмкіндікті пайдаланған Тәуекел хан 1582-1598 оның аумағының көп бөлігін қазақ хандығына қосты. Көптеген Ноғай тайпалары батысқа, Ресейге қашты. Ал қалғандары Қазақ конфедерациясының құрамына еніп, орта жүздің маңызды бөлігін құрады. Бұл тек аумақтық кеңею ғана емес, сонымен қатар дала халықтарының саяси және экономикалық байланыстарын нығайтты. Батыста өз билігін нығайтқаннан кейін, Тәуекел хан оңтүстіктегі Шайбанидтер әулетінің билігіндегі ірі сауда орталығы Ташкентке бет бұрды. 1598 жылы ол қаланы басып алып, тіпті Самарқанды қоршауға алды. Алайда шайқас кезінде ауыр жараланып, жорық аяқталмай тұрып қайтыс болды. Соған қарамастан, Ташкент қазақ хандығының құрамында қалып, оның экономикалық және мәдени орталықтарының бірі ретінде орнықты. Солтүстікте Еділ бойы үшін күрес жалғасты. 1556 жылы Орыс патшасы Иван IV Астрахан хандығын жаулап алғанымен, қазақтар көрші далаларда өз ықпалын сақтап қалды. 17 ғасырдың басында Есім хан 1598-1628 қалмақтармен одақтасып, бұл өңірге жорықтар жасап, көптеген түркі тайпаларын өз билігін мойындауға мәжбүрледі. Астрахан Ресейдің қолында қалса да, оған іргелес дала қазақ тайпаларының көшпелі өмір салтын сақтаған мекені болып қала берді. Қазақ хандығының экономикасы көшпелі мал шаруашылығы мен жібек жолы саудасына негізделді. Мал өсіру халықтың негізгі күнкөріс көзі болды. Ал сауда жолдарын бақылау арқылы қазақтар өз билігін нығайтып, қазынаны байытты. Ташкент пен Түркістан маңызды сауда орталықтарына айналып, Парсы, Ресей және Қытаймен сауда байланыстарын дамытуға ықпал етті. Бұхара хандығымен нығая түскен қатынастар исламның таралуына ықпал етті. Ал софлық ғұламалар қазақ қоғамының рухани өмірінде маңызды рөл атқарды. Есім хан Қасым ханның қасқа жолын жетілдіріп, Есім ханның ескі жолы деп аталатын жаңа заң жүйесін енгізді. Бұл заңдар көшпелі дәстүрлерді сақтай отырып, дамып келе жатқан мемлекеттің қажеттіліктеріне бейімделді.
Қазақ руларының бірлігін сақтай отырып, Қазақ хандығы бірнеше ұрпақ бойы Орта Азиядағы басты күш ретінде қала берді. Қазақ хандығының алтын дәуірі оның аумақтық кеңеюімен ғана емес, сонымен қатар саяси, экономикалық және мәдени негіздерінің нығаюымен ерекшеленді. Батыстағы Еділден оңтүстіктегі Ташкентке дейін, шығыстағы Алтайдан солтүстіктегі Сібір даласына дейін, Қазақ хандығы ұлы даланың тағдырын анықтап, шығыс пен батыс арасындағы көпірге айналды. Бүгінде Қазақстанның шекаралары сол тарихи мұраны көрсетеді. Бұл қазақ халқының Орта Азияның ұлан-ғайыр даласында үстемдік еткен уақытының айғағы.